Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Жансая. Бүгін сіздермен пияз туралы және оның қабығының қандай пайдасы бар екендігі туралы толық ақпаратпен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Пияз амарелистер тұқымдасы, жуа туысының ең көп тараған түрі. Шыққан жері Орталық Азия және Ауғанстан. Тамыры ірі, қалың, шашыраңқы, түйнек түбінен өседі. Түйнегі үлкен, етті, сопақша және шар пішінді. Түйнегінің қабығы сары, қызыл қоңырқай түсті. Қабығының астында ақ, шырынды, ерекше иісті қабаттар кезектесі орналасқан. Пияз бір маусымда жеуге жарамды болып өседі. Тұқымын алу үшін пиязды тамыр сабағын көктемде қайта егеді. Пиязды барлық тамаққа пайдаланады десек те болады. Алайда пияз тағам өнеркәсібінде ғана емес, медицинада да қолданылады. Пияздың емдік қасиетін көпшілігіміз білеміз. Суықтап ауырғанда көбірек пияз жейміз. Мұрыннан су аққанда пияздың сөлін тамызамыз. Тіпті жүрек пен бүйрек ауруына да пияздың шипасы бары белгілі. Ал пияздың қабығы туралы не білесіз? Оның емдік қасиеті орасан зор екенін естідіңіз бе? Сізге таңсық тақырып болса, мен айтатын ақпаратқа құлақ салыңыз. Пияздың қабығы Е, В, С дәрумендеріне, калий, магний, темір, мырыш және күкірт элементтеріне бай. Пияздың қабығы терінің саулығын жақсартады әрі жасартады. Жүрек қан тамыр ауруларының алдын алады. Еркектік қуатты арттырады. Иммунитетті нығайтады, рак ауруымен күреседі. Ағзаны шлактан тазалайды, аяқ ауруларын емдейді, шаршауды басып қуаттандырады. Ағзаны құрттан арылтады, ішек жолдарын реттейді, асқазанның жұмысын жеңілдетеді, мидың қан тамырларын тазалайды, қан қысымын қалпына келтіреді, қақырықты түсіреді. Несеп жолдарының жұмысын реттейді, терідегі безеу мен экземаның жазылуына септігін тигізеді. Жүрек қан тамыр жүйесін қуаттандырады, қанның ұюын болдырмайды, жараның тез жазылуына септігін тигізеді, жүрек қағысын реттейді. Асқазан ас қорыту жолдарының жұмысын қалпына келтіреді, ағзадағы шырышты шығарады, артық сұйықтықтан арылтады әрі бүйрек ауруының алдын алады. Қан айналымын реттейді, варикоз, геморрой, белсіздік және атеросклероз ауруларынан айықтырады. Ағзадағы артық тұзды шығарып, буынның айналасындағы ауруларды емдейді. Инфекциямен күреседі, суыққа, вирусқа, саңырауқұлаққа қарсы шипа. Бұлшық еттердегі ауырлықты, шаршауды, күйзелісті болдырмайды, сондай-ақ шаштың түсуін тоқтатып, қайраттандырып, қуаттандырады әрі жылтырлығын арттырады. Бүйрек емдеу үшін 2 ас қасық ұсақталған пияздың қабығын 2 стакан суға салып отқа қоясыз. Бір қайнап шыққан соң қақпағын жауып қойыңыз. Шамамен 30 минуттан соң тұнбаны сүзіп алып, 1 ас қасықтан күніне 5 рет ішесіз. Қан қысымы жоғарылаған кезде пияз қабығынан шай демдеп ішіңіз. 1 стакан қайнаған суға 1 ас қасық ұнтақталған қабықты саласыз. 15-20 минуттан соң сүзіп алып шай ретінде ішесіз. Достар, бүгінгі сіздер үшін дайындаған пияз және оның қабығының пайдасы туралы ақпаратым осымен тәмам. Видео ұнаса комментарий қалдырып, лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Жансая, менімен бірге болғандарыңызға рахмет.